жұрт сияқты Инстаграм қарап отырам ғой. Үф десе үшін. Құлап түседі қатындар қаптады. Жоқ, олар ауру сырқаудан бұрын мына жәндер ауырады, жүректер ауырады екен ғой бәрінің. Сезім мүшелері ма неме? В общем, жаңағы жүректердің бәрі жаралы. Байы, яқа енесі бар, басқасы бар, сөйлегеннен ранимый болып отыр екен ғой бәрі. Бәрі әйтеуір бір психологтың жетегінде ғой. Мейлі енді, жақсы болсын бәрі, аман болсын. Күйіп кетесің ба, баяғыда шешелерімізді айтам. Бізде де бәріміз шешеміз бірдей болды ғой, сенікіне, менікіне бәріміз бір ғасыр мен бір заманның адамдарымыз. Не дейді? Мен осы үйде бейшпін деп айтатын еді ғой. Өсіп жылағанда шешелер, горе, қызым өзін бейште жатыр деген жоқ қой. Бір жақ өткізіңдер. Киімім жоқ менің. Жоқ болмаса оқ болсын. Ана пәленшең киімі келеді, соны киесін дейді. Сенің өйтіп агарчай кететіндегі уақытың жоқ қой. Қайсысы бе? Агарчайне жасау жеңіл қаратады да мәселеге. Бірдеңе-шірдеңке, мен ақ осы үйде крайнемін, бірдеңе десең. Басында қатырмай тұршы деген кезде, осы басқаша қарайсың мәселеге. Ал ол саған, Құдай-ау, жаным-ау десең, құлап түсесің ғой. Күшті айтады біздің шешелер де. Болшыда мәні жина, бір жол дейді. Міне нағыз психология. Баяғана аналарды айтам деп бауырларда есіме түсіп жатыр. Бір үйде бірнеше баладанбыз. Істейтін тірліктің бәрін бөліп алатын едік қой. Біреуіміз есіктің алдын сыпырамыз, біреуіміз үйдің ішін тазалаймыз, біреуіміз ыдыс-аяқ жуамыз. Одан кейде біреуіміз мына бөлмені жинаймыз, біреуіміз мына бөлмені жинаймыз. Арасында шоқысамыз жаңағы, ортада. Содан ананың бөлмесіне анам мусор лақтырамыз, ол маяққа мусор лақтырамыз. Қызық, Содан шешең шыбықталып жүгіре берген, фурр ете қаласың бәрін тазалап. Шешең, пәленшені әкеші, сен әкеші деп жатқанда, мен әкелем деп орнынан тұрып, бізді де орнынан сабай тұрған кезде, безілдейсің. Ол шешелер үйде бір зорлық көрген жоқ. Ондай бір қиындық нәрсе көрген жоқпыз. Бірақ бірге бәріміз отқа да суға да түсіп үйрендік. Мысалы, қазір студенттер, үйінде жатқан студентті аялап, мәпелеп шешесіне звондап, келді, кетті, ішті, жедін айтып отырасың. Баяғыда біз жібереді 5-6 айға. Сонымен сол барған үйінің отынан кіріп күлінен шығып, соның тілін тауып сол үйдегілердің. Олар да разы, сен де разы. Енді тәрбиелеп жүреді ғой шешең, енді сен оқып шығуың керек. Қазір студенттерің сыймайды да біреудің үйіне. Бәрі бір квартирада жатыр, Құдай біледі. Кеш жарық қалайсыздар? Кешкі шай ішіп есімді жиып отырмын. Басым қазандай болып ауырып, сынып баратыр. Оған себеп ана үйге қонақтар деген қазақтың әдеті ғой, үйіне қонақ кезде қаланы аралап, өзімізде қаланың қай жерінде не бар екен көріп қаламыз ғой. Сол әдет бойынша бір анау паркке бар, соң аттракционға міне қалмайын ба менде? Нем бар десе шошаңда, ойба. Айналып атыр, аспанға апарып, айналдырып атыр, өліп қаласықтарым, тоқтат, қояншық, тоқтат жүреді. Тоқтатпайды. Өлдім дедім. Бір кезде бар ғой, екі жағында екі балам отыр. Екеу отыр, мен де өлем дедім ғой бір кезде. Өлдім, өлем десін. Не өлесің? Екеуін ұмыт кеткен ғой, екеу өлмеш деп маған жаным отыр. Құрсын тоқтамайды. Өліп қалды. Әшейінде физиокабинетке барсаң осы уақыт кестесі тоқтап, ана жерде тоқтамайды екен. Төбеге барып физио қабылдаймыз ғой деймін. Масқара. Есім ауып келге түсті. Ана космонавтар мықты екен, аспанда айналып ұшып жүрсе бар ғой. Есеңгіреп үйге әрең келіп, сөйлеуге шамам келмей қалды. Осы қақсап сарнайтын қатынның бәрін аттракционға мінгізіп. Аттракцион бе де? Аттракцион. Адам үйде отырса не киіп не қоярын білмей қалады ғой. Өзіңнің жаңағы не киетін, сен осы қандай стилің қандай бәрін ұмытасың ғой. Бітеді осы саған осыдан артығы жоқ, жарасатын осы ма деп қаласың. Өткенде осы футболкамен шашын тиіп, күйеуім жұмыстан кіріп барған ғой. Бала шағамен бәріміз шуап кіріп барған кезде күйеуім бетті ойта қалды ғой. Ялып кетті, мен сезіп қойдым сразу. Мен үшін ялып тұр алшы. Үйге келгенде
сен осыдан бастап киімің бар ма дейді маған. Енді бар дедім. Несі бар? Жыртық емес, кір емес. Несі бар? Жоқ, вообще-то барды ма деп жатқаным ғой дейді. Не? Нормальный киім жүрсе көшеде дейді. Жылап қалдым. Нормальный киім жүр, нормальный киім. Нормальный киімді киетіндей осы бала шаға деп алмай жүрміз ғой, осы епа бір кетіп кетмейді. Қош осында әңгіме қашан көрсең футболка аламын деп жүресің ғой дейді. Алдық. Сен ана қасында отқан қыздан мен үшін ұялмай-ақ қойшы дедім. Сен ол қызды не қыласың? Ана жерде бір қыз отқан шын мен содан ұялдаймын. Жерім кетіп обай қыздар бар ғой, деп бар ғой маған деп қарап қойды шамамызды. Сондай қыздар бар ғой, көшеде бүйтіп өзінше болып қарайды ғой. Тез байға тиіп 4 бала топ еске алып қыз екен. Содан ертесінде ақ кофтамен қарайып киіп барамын. Мен де ерінбейді бардым. Есің дұрыс па сенің? Не киіп аласың? Мен не кием деймін, не кием мен? Мен білмеймін не кием. Ақ кофтамен қарайып киіп, футболка киіп. Елдер не киеді нормально жан-жағымнан сұрасайшы дейді. Содан бері жан-жағыма қарап, сұрап, нормально спортивка бағасың. Кеш жарық, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Не істеп жатырсыздар? Мен мына кешкі шай ішіп отырмын. Маған бар ғой, ең қиын болып жүрген күйеуіме біреу звондайды ғой, сөйлесіп отырады ғой. Все, хорошо, жақсы, я. Ештеңе жоқ, я, аман есенбіз, жақсы, аха. Все, сәтті деп атады ғой. Соны білгім келеді, кіммен сөйлескенін. Келгеннен кейін, не, айтпайды ғой. Үй жаққа біреу келем деп жатыр ма десем. Жоқ, ешкім келем деп жатқан жоқ. Енді ана біліп алғым керек қой. Жаңа біреумен сөйлесті ма десем, иә, біреумен сөйлестім. Кім десем, айтпаймын дейді. Мен айтпасам, айтпай-ақ қойын, үйге біреу келіп қала ма деп не қылып жатқанын ғой деп қойын ғой жаңа. Білгім келіп тұр енді аяқ жаңа кім екенін, кім звондағанын, іштеген не өртеніп бара жатыр. Бәрін білгім келіп отырады, ал айтпаймын, не істейсің ол деп. Айтпасаң айтпай-ақ қойын, не құдай. Үй жаққа біреу келіп қала ма, ет салу керек па деп ойлағаным ғой. Ойбай, айтпасаң айтпай-ақ қойшы деп жынастық қылады. Негізінде білгімге өліп барадым. Соны кетіп баратқан. Мөлдір берге жаңа кім звондағанын айтып кетейміз. Аға кім звондады десем. Айтпайтын болдым ал дейді. Жынымыз айтып жатқан. Жүйкем тозады ғой, Білгім деп тұрады ғой. Үйреніп соңғы кездер бар. Кім звондамаса, ол звондасын. Отыра беретін болды. Бірақ білгім келіп тұрады.